Келесі нұсқа талдау. Тыныштық массасы 3,2, оның минус 27 дәрежесі килограмм болатын бөлшектің тыныштық энергиясын табыңыз дейді. Жеңіл есептің біреуі. Тыныштық массасы М0 беріліп тұр және жарық жылдамдығы S беріліп тұр. Табу керек бізге энергияны. Ал есептің берілген жазып алайық. Тыныштық массасы беріліп тұр М0 3,2, оның минус 27 дәрежесі килограмм, С беріліп тұр 3, оның 8 дәрежесі метр бөлінген секунд. Бізге табу керек болады энергияны. Бұл негізінде жеңіл есеп, бірақ осы есептің өзінен де қате жіберіп алады балалар, өйткені дәрежені есептей алмай қалып жатады да, сосын дұрыс жауабын таба алмай жатады. Қазір осыны шығарайық. Тең массаның орнына бізге орындарына бәрі мәндерін қойып шығайық. Қазір оның минус 27 дәрежесі килограмм. Енді мына жерде не істейміз? 3 көбейту 10-8 метр бөлінген секунд. Есепте квадрат деп тұр, квадраттаймыз. Ары қарай 3,120 көбейту 10-2, оның минус 27 дәрежесі килограмм. Көбейту, мынау бізде квадратталғанда 9 болып кетеді. Көбейту дәрежесі қалай болады? Дәрежесі 2-ге көбейтіп жібересіздер. 2 еселенеді дәрежесі. 8 көбейту 2, 16 болады. Метр бөлінген секунд. Кез келген қандай сан тұрады, соны 2 еселеп жібересіздер. 2-ге көбейтіп жібересіздер. Болды. Сонымен ары қарай негізгі мына мәндерді қосқан көбейткен кезде 28,8, 10-ның осындай сан шығады. Енді дәрежесін не істейміз? Сандар көбейтіліп тұрған кезде дәрежелер не істейді? Қосылады, минус 27 қосу 16. Біреу минус, біреу плюс болғандықтан не істейді? Азайтылады. 27 үлкен болғандықтан соның таңбасы қойылады. 27 азайтылған 16 тең болады 11. Бірақ қандай? Минус 11 болады. Энергияның өлшем бірлігі джоуль. Енді мұндай нұсқа жауапта жоқ екен. Нұсқаларда жоқ екен. Не істейміз? Жауапқа сәйкестендіреміз. Мына үтірді бір үтір алға қарай жылжытатын болсақ, дәреже қалай өзгереді? Минус болған кезде дәреже азаяды бір үтір алға жылжытып. Қанша үтір алға жылжытасыз, соншаға дәреже азайып отырады. Бір үтір жылжытсақ, онда бірге азаяды. Яғни 10-ның минус 10 дәрежесі джоуль болады. Бұл бізде жауап Д нұсқасында тұр екен. Демек бізде Д нұсқасы дұрыс нұсқа болады екен.